Сәлем, мен сіздермен бүгін өзімнің толықтай меңгерген ісім, өзімнің жұмысым туралы айтып өтетін боламын. Яғни толығырақ айта кететін болсам, ол клиенттерге жиі кездесетін минустар, проблемалар, банктің көрінбейтін пайыздары туралы және кейбір комиссиялар туралы. 10 миллионның машинасын сіз алдын ала 2 жылға субсидияға 1 миллион 640 мың теңгеден төлейтін боласыз. Яғни алдын ала 10 миллион теңгенің машинасы сізге 11 миллион 640 мың теңгеге отырады. Яғни бірінші проблема ол бізде, мысалы, кейбір банктар болады, өзінің пайызы төмен көрінгенімен, бірақ артынан ол пайызы жоғарылайтын сияқты кейбір құпия санкциялар. Бірінші мысалға келтіретін болсам, ол бізде рассрочка. Рассрочка деген нәрсе ол бізде Евразийский банк арқылы жүреді. Рассрочка және льготты автокредитование деген бар. Ол бізде аннуитетный және дифференцированный деп бөлінеді. Ол жерде біз айтамыз 2 жылдық рассрочка. 2 жылға сізде мүлдем ешқандай процент қосылмайды, бірақ оның үстіне ол жерде субсидия деген нәрсе бар. Кәдімгі стандартты автокредиттен ешқандай айырмашылығы жоқ. Жылға рассрочка ешқандай пайыз жүрмейді деп айтады. Мысалы, банк сізге 2 жылға 5% беріп отыр деп айтады, бірақ алдын ала машинаны алар кезде ол машинаның суммасына қосылып банктың ұстап алатын проценті болады. Яғни біз тек қана машинаны басында қандай бағаға ұсынамыз, сол бағаны ғана банктен аламыз. Ал олар машинаның үстіне сумманы қосып өздеріне өзінің проценттерін ұстап қалады. Және де бұл жайтта жаңағы субсидия деп айтып өттім ғой. Субсидия деген сол басында қосылып ұсталып қалатын ақша. Ол неге ұсталып қалады? Өйткені банк сізге 2 жылға процентсіз, пайызсыз кредит беріп отыр деп айтады. Бірақ енді шыны керек, ол ондай нәрсе емес. Өйткені банк алдын ала ол ақшаны ұстап алады. Ол ешқандай тиімді нәрсе емес. Мысалы, ол бізде қараңыз, субсидия дегеннің пайызы 16-20%. 16 дегеніміз ол бізде, егер де сізде пенсионка жүретін болса, және де 20 деген пайыз ол бізде, егер де сізде пенсионка, яғни жұмысыңыз жоқ, нақты жұмыс орныңыз жоқ болса, 20% жүреді. Және де бұл жерде айтып өтетінім, мысал келтіретін болсам, 10 миллионның машинасын сіз алдын ала 2 жылға субсидияға 1 миллион 600 мың 40 теңгеден 1 миллион 640 мың теңгеден төлейтін боласыз. Яғни алдын ала 10 миллион теңгенің машинасы сізге 11 миллион 640 мың теңгеге отырады. Бірақ көптеген адамдар, көптеген клиенттер оны байқамай жатады, түсінбей жатады. Одан кейін оның алдына осы біздің менеджерларды немесе агенттарды кінәлі қылып көрсетеді. Бірақ ол жерде біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Біздің міндетіміз тек қана сату, ол біздің жұмысымыз деген сияқты айтып өтемін. Өйткені бұл жерде біріншіден біз сіздің үстіңізге қосылып отырған пайыздан ешқандай пайда көрмейміз. Біз тек қана өзіміздің сатқан көлігіміздің ақшасын банктан аламыз. Банктың проценттеріне біздің ешқандай қатысымыз жоқ. Алдын ала соның барлығын алдамай түсіндіріп айту, көрсету жөн деп ойлаймын. Мені тыңдағандарыңызға көп рахмет. Машина алу оңай емес, бірақ бәрі оңай болады. Сіздер толығырақ шын ақпаратты алатын болсаңыздар, немесе сондай жерде табатын болсаңыздар. Осылай сау болыңыздар.